Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Рубик текшесінің 2-2 түрін құрастырған болатынбыз алдында. Соның енді бүгін тағы да басқа әдістерін көрсететін боламын. Тағы да қалай басқа әдістермен құрастыруға болады. Яғни ол мына 3-3 текшенің әдістерін осы 2-2-де де қолданатын боламыз. Яғни ол Фридрих әдісі. Фридрих әдісі арқылы біздер 3-3-ті де құрастырған болатынбыз. Фридрих әдісінің бір жақсысы жаңағы тез құрастыруға болады. Енді қазір мына 2-2 текшемізді бұзамыз. Сосын бірінші қадамды орындаймыз. Яғни ол төменгі қабатты орнына жинау. Яғни міне жасыл түсі бар текшемізді тауып аламыз. Мына жерде тұр екен, міне қойдық орнына және орнына келтіреміз. Қызғылт сары міне тұр. Қызғылт сарыны да орнына қойдық. Яғни бірінші қадамымызды жинап алдық. Енді бірінші қадам жинағаннан кейін бізде мына бұрыштарды орнына қою керек болатын алдыңғы сабақта. Енді қазір Фридрих әдісімен орындайтын боламыз. Оны мен сіздерге 3-3 текшені үйреткен кезде қолданған болатынбыз. Осы Фридрих әдісінің 7 жағдайын. 7 жағдай, яғни біздің мына текшеміздің жоғарғы жағын сары түс жасап алуымыз керек. Ол үшін осы 7 жағдайды, мысалға тікұшақ, двойные глаза, вертолет, восьмерка, рыбка, глазки және мынандай уши дейміз, құлақтар. Міне осы жағдайлар кездеседі. Енді қазіргі біздің мына келіп тұрған бағытымыз, жағдайымыз, яғни жағдайымыз дейік. Екі жағында көріп тұрсыз да, екі жағында сарысы тұр. Бұл бізде міне ушки. Жағдай, бірінші жағдай ушки. Міне екі сары түсі екі жағында тұр, міне. Яғни текшемізді осылай ұстаймыз және мына экран бетіне келтіріп кетемін. Мына алгоритмді орындаймыз. Міне қараңыздар, осылай ұстап тұрып, яғни мына оң жағы, сол жағы, жоғары, сары жинайтын жоғары, яғни мынау фронт. Алды ғой, яғни фронт деп айтамыз. Бастаймыз. Оң кері, фронт кері, сол, фронт, оң, фронт кері, сол, кері, фронт. Міне астыңғы жағымыз қозғалған жоқ. Жоғарғы сары түсіміз жиналды. Енді келесі көріп тұрғандарыңыздай, келесі жағдайымыз бұл рыбка деп аталады. Яғни 3-3-те жоғарыға қарап тұратын түрі рыбка. Енді 2-2-де қабырғалары болмағасын, осындай бір жаңағы бұрышының жоғарғы сары түсі тұрады. Енді оны қалай орындаймыз? Яғни мына сары түстерін қараңыздар, міне мына жерде тұр және мына жағында тұр, міне. Осылай ұстаймыз. Мынау жоғары, мынау оң жағы. Бастаймыз. Яғни жоғары қарап тұрған рыбка. Оң, жоғары 2 рет, оң кері, жоғары кері, оң, жоғары кері және оң кері. Міне біздің сары түсіміз тағы да жиналды. Екі жағдайды
түсіндіріп өтіп. Келесі жағдай. Келесі жағдайымыз бізде двойные глазки деп аталады. Қос көздер. Яғни міне екі сарымыз мына жақта тұр және мына жағында тұр. Артқы жағында және алғы жағында. Бұндай жағдайда двойные глазки мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Фронт. Сосын 3 рет пиф-паф орындаймыз. 1, 2, 3. Сосын фронт кері орнына қоямыз. Тағы да сары түсіміз жиналды. Бұл 3-ші жағдай. Келесі 4-ші жағдайымыз. Бұл екінші рыбка төмен қарап тұрады міне. Төменге қарап тұрады. Бұл рыбканы біздер былай етіп орындаймыз. Алгоритмдерін жаттап қарап алыңыздар. Мынау жоғары, оң жағы. Оң, жоғары, оң кері, жоғары, оң, жоғары 2 рет және оң кері. Міне, жиналды жоғарымыз. Келесі жағдай бізде 8-дік, 8 дейміз. Міне, екі жерде сары тұр және сары түс. Орында тұрмай тұрған сары түсіміз мына жақта және жоғарда. Бұл 8, оны былай орындаймыз. Оң кері, фронт кері, сол кері, фронт, оң, фронт кері, сол және фронт. Міне, асты қозғалған жоқ, жоғарғы сары түсіміз жиналды. Бүгінше осы, себебі видеомыз ұзап кетті. Енді 2 жағдайымыз қалды және соңғы жоғарғы қатардан қалған мына бұрыштарымыздың жанындағы түстерін бәрін орындарына қоятын боламыз. Келесі видеода 2 жағдай және жоғарғы қатарда жинағаннан кейін мына түстерді қоятын 2 жағдайымыз бар. Сонымен видеомыз аяқталады. Назар салып тыңдағандарыңызға, үйренгендеріңізге рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен үйрендім деп. Каналымды қолдап қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.